Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Менің каналымда сұрақ-жауап айдары және біздің сұрақтарымызға Алматы орталық мешітінің ұстазы Айнұр ұстаз жауап береді. Сіздер тарапынан жиі келген сұрақтардың бірі ол әйел адамдар, яғни хайыз кезінде неге намаздың қазасын өтемейді де, ал оразаның қазасын өтейді дейді. Міне осындай сұрақ қыздардан келіп жатыр. Бұл қалай болғаны? Біріншіден, бұл ислам дінінің, яғни кез келген мүміннің шарты, оған біз жауапты Құран мен сүннеттен іздейміз. Сонда бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайы Айша анамыздан да бір әйел осылай сұрап келеді. Сонда Айша анамыз айтады: біз пайғамбар бізге қалай бұйырса солай жасаймыз дейді. Яғни неге деген сұрақсыз. Сонда Айша анамыз айтады: бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаздардың қазасын өтеуді бұйырмады, ал Рамазан айындағы оразаның қазасын өтеуді бұйырды. Біз солай жасаймыз. Яғни бұл біздің дініміздің, ислам дінінің ақылға құралмағандығын көрсетеді. Яғни неге олай, мүмкін былай істеу керек шығар деп біз әрбіріміз өзіміз қалауымызша істеп кете алмаймыз. Және де бір енді егер ақылы жауап беретін болсақ, онда егер де әйел адам үшін әрбір жаңағыдай белгілі бір келген демалыс күндеріндегі, яғни ол 8 күн болады, біреулерде 10 күн болады, қайта-қайта әр ай сайын қазасын өтей беру намаздың өте қиын болатын еді. Ал Алла тағала құлдарына қиындық қаламайды. Ал Рамазан айы жылына бір-ақ рет келетін болғандықтан, оның қазасын өтеу де оңайға соғатын болғандықтан, Алла тағала солай намаздың қазасын өтемеуді, яғни әйелдерге жеңілдік қалағаннан, ал оразаны өтеуді бұйырған екен. Түсінікті, машалла, керемет жауап бердіңіз, рахмет көп. Егер сіздерде тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, онда төменде көрсетілген инстаграмымызға жазыңыздар, каналымызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Мына қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда сізге жаңа видео салған кезде бірден хабарлама келіп тұрады. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.